Мә, жігіттер, анау мынау деп өміріміз мәнсіз болып жатқан жоқ па? Хотя бы өтірік болсын тестке дайындалып қояйық та, а то мамалар сөйлеп отыр. Жігіттер, оның аман қыздар ничего сияқты, я вроде. О, баланың көңілі басқада. Именно кімді меңзедің? Анель демес па әйтеуір? Ой, жоға. Кіммен айтсай? Лаура туралы айтып отқан. Жоқ, просто симпатия ғой, жігіттер. Рахат, босадың ба? Белдеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. О, күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сен, сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі төрттен. Көктен түскен періштем, не деген әсем, не деген көркем. Тек сен. Ей, не болды? Соншама ентігіп? Карс братан келді мектепке. Карс братан? Иә. Енді? Сол Рахат братанды іздеп жүрем, көрген жоқсыңдар ма? Мен бағана көргем, білмеймін. Жақсы, онда кетті, мен іздеп келем. Карс братан Алматыдан уже келген ба не? Мә, Карс братан студенттік өмірді шайқап атқан шығар, Я кеше истористан көргенмін, Зарина тәте әдем болып кетті. Мен де стористен көргем. Ана Карсаға бар емес па? Алматыдан келген, онадағы Аннель тәтенің ағасы екен. Вау, қандай күшті. Мә, братан, сен іздеп жүрсем, аяқта Карс братан келіпті, сен іздеп жатыр. Карс братан? Қашан келген ол? Кім бар қасында? Қасында Аян братан бар. Аян несі? Ұсташ мана. Енді қарындасыма тиіс, басқаша сөйлесеміз, мен түсіндің бе? Ассалаумағалейкум, братан. Қалай жағдай? Что-там, братан, настроение жоқ қой. Айта бер. Наң проблемасы ма? Қоя сал, братан, өзім сөйлеп шешіп сағым. Братан, келетін ертерек айтпадың ғой. Балдары күтіп алып, бір жаққа отыратын ек қой. Жүрсе, братан, ар жаққа тұрақта шаңыл. Тыныш жүрейін. Түсіндің бе? Что-там, братан, оқуға қойып отыр. Нормально. Естіп отыр, алматын жарып атсың ғой, братан. Өтірік әңгімелер. Сол, братан, бізде тыныш. Сендер кеткеннен абыр-сабыр 11-ші класты қашан бітіреміз деп жүрік. Бүгін пробный тапсырғанбыз. Бітіресіңдер ғой жеммен деп. Ол бұлай тұрсын. Сен қарындасың бар ма негізі? Бар. Бар, қарындасың. Сен де қарындасың мектепте унижать етсе жақсы ма негізі? Жақсы емес, Вот. Сол үшін мен жаңа жігітті ұрдым. Өздерің араларында ойнасыңдар, жаңада ойындарында қыздарды унижать етпеңдер. Сыйлаңдар оларды, хорошо? Сол, братан, смело жүре бер. Мен бар деген сөз, смело жүру деген сөз ғой, былайынша, братан. Анельге өзім қарап қоямын. Екі сөйлеп кетпе. Айтпақшы, жақында менің тойым болады, Зарина әпкелеріңмен. Білесіңдер ғой? Болды ғой, братан, қызметтеміз ғой. Қазан ошақ барлығы менің мойнымда ғой. Осы жерде қалып қоймаса әңгіме? Болды. Я ма? Таппай қалып жүрмейік. Қалайсың, Бастан? Қалайсың? Ұзақ күтіп қойған жоқсың ба? Жоқ. Сенің бізге көмегің керек. Біз жақында жоба құрған деп отырық. Сені камерамен жақсы жұмыс дейді ғой. Иә, көмектесем. Давай онда бір аудитория тауып алайық қас. Бір кісілерді айтам да, кеше пранк, бүгін таяқ жеп, ертең не істейтінін кім білсін? Ой, қойша. Анель деп құлағымызды жеп біттің ғой. Ойба, Аян.
Сен жаман қудырттың ғой. Иә, тап бұндай сенен күтпеп едік. Жарайды енді, ертеңге неожиданно бір нәрсе күтеміз. Не болып кеттім мынау, ей? Дата осындай неудачникпін ба? Кімніңсің мынау? Дәл осы нәрсені сеніңсің екенін білгенмен рахат. Рахат, сөйлесекші. Кари, кейін сөйлесек, мен бос емеспін. Той, Рахат, саған не болып жүр? Бұрын екеуміз сөйлесетін едік. Кари, баршы, мен бос емеспін. Әлде алдындағы Анельге жасалған пранк па? Түсінші, оны мен емес жасаған. Сен білесің ғой мені. Карина, оны сен жаса, сен жасама, маған босақталып атсың. Бәрі мектептің барлығы сенен көріп атыр ғой. Жоқ, маған тек қана сенші болды. Хорошо, Карина, мен саған сенем. Сен жасамағыңды білем. Дастан қалай ұстанып нормаль жүріп отыр ма? Ертеңін бітіретеріміз проектіні. Бот, братан, уже бітіріп қалдым. Все, Арман, сен материалдар жинай бер, ертең слайдқа керек болады. Сен мойында емес па? Арман, естіп отырсың ба мені? Что-то мен не мазаң болмай жатыр. Ой, кеше қорадағы тауықтарды ұрлап кетті. Соған адам таппай жатырмын камераны қарауға. Ой, братан, оны өзім істей алам ғой. Главное, камераң істеп тұр ма? Я, по идее, істеп тұру керек. Жігіттер, менде идея бар. Дастан, сен көмегің керек бізге. Саламатсың ай? Қалайсың? Ай, не бар, спортзалдың есігін ашып. Спортзал ашық қой, бара берсей. Жоқ ай, жаңа көріп келдім, жабық тұр. Ой, ма, кілт, барып ашып жүре берсе ішінде. Жоқ ай, пожалуйста, өзіңіз ашып беріңіз жүріп. Ой, мен қолдан дым келмейді ғой сендердің ше. Қазір іштерін шашпай, допты теппей, арқанға шықпай. Давай, отыр. Білесің ғой, на камераға кір. Так, нешесі ол 25-не көріш. Жоқ, бұл камера емес, неқтаға кір. Жақындат шамал. Бұлай бұр. Білгенім сен екеніңді. Давай, шық камерадан. Тоқтаңдар, не тест нау? Есіппедіңдер сендер? Бізге келгенде кеш айтады осы. Карина, алдын ала айтса дайындалып келетін бедің? Тынышталыңыздар оқушылар. Жақын арада бізде аттестаттау тест екенін білесіздер. Соған дайындық есебінде бүгін бақылау тесті болады. Тыныш. Тестті облыстық білім бөлімінен арнайы маман Мадияр ағайларыңыз келіп алады. Мені ұятқа қалдырмай, ручкаларыңызды дайындап, дәптер кітаптарыңызды салып отырыңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма оқушылар? Менің есімім Мадияр. Мен облыстық білім бөлімінен жіберілген маманмын. Қазір тест парақшаларын таратып берем. Мұқият қарап шығыңыздар. Ендеше сәттілік. Бақнұр апай, шыға берсеңіз болады. Бір-бірге жиналған достарды да бірігіп ап ойды қосты жұмыла. Саған қызық болса егер қабылда, көңіліңнен шығамыз кішкене шырақ. Жаңа өмір қалайды, жүрек сұрап бұлай, арманыңа жетесің, сені білсең солай. Уайымдама досым, жаңа өмір алда, осылай көңіл күй қалай. Құпия болған бұл жағдай, сезім бұл оның оп-оңай. Әдемі күндер ескі жыл, сағынып келмейді күндер ай. Құпия болған бұл жағдай, сезім бұл оның оп-оңай. Әдемі күндер ескі жыл, сағынып келмейді күндер ай.
Бағнұр, не істедіңдер? Жас маман деп қабылдадық жұмысқа. Жарайды. Ал енді ақыры не болды? Сізге жүктелген міндет орындалған жоқ. Конкурс деп конкурстың соңында шапқылап жүрдіңдер. А балалар тесттен өтпей қалды. Енді не болды? Ата-аналарына не деп жауап бересің? Біздің мойнымызға жүктелген нәрсе емес пе? Дайындаламыз. Білем дайындалатындарыңды. Қалай дайындалатындарыңды? Бұдан кейін конкурс дегенді мен естімейтін болайын. Өз жұмысыңа ықтияттықпен қара. Бар. Ренжімеңіз, апай. Бар деді мен саған. Бірақ нәтижесін көретін болайын мен. Бақнұр Еркебұланқызы, оқушыларыңыздың нәтижесін көрдім. Аз бал жинап қапсыздар. Соны естіп, біраз көңіл күйіміз түсіп қалды. Соңғы уақытта конкурс деп мүлдем тестке көңіл бөлмей кеттік. Жарайды енді, көп уайымдай бермеңіз. Бұл пробный тест қой. Алдағы уақытта дайындалып үлгересіздер. Жұмысқа келгеніме де көп болмап еді. Ғали апайдан да ұят болып кетті. Сізді мұғалім ба деп жүрсем, не болды сізге кішкентай бала ұқсап? Бірақ сіз ашуланған кезде сондай тәтті болып кетеді екенсіз. Тәтті қызға тәтті жеген дұрыс болар. Рахмет. Жүріңіз, оқушылар күтіп қалған болар. Что там, қыздар жігіттер? Тесттің результатын көрдіңдер ма? Қатырып таппыз ғой. Мына біздікілер білсе мені оңдырмайды. Азанға 6-та тұрып, кешкі 9-да отбой болайын деп тұр ғой. Оны қоя тұрыңдар. Қайсымыз төмен бал алдық еміз? Біз бәлде ана 10-та топастар ма екен? Карина, какая разница, кім төмен алса да барлығымыз масқара болып тұрып қой? Конечно, дым дайындалған жоқпыз ғой, хотя бы ертерек айтқанда ғой. Ой, қойыңдаршы, как будто ертерек айтса дайындалатындай. Қыздар, вообще-то маған бәрібір. Кстати, жаңа маникюрға жазылып қойғам. Кеттік шығамыз ба? Айтпақшы, кім бар емес па? Карина ше, ұйықтатқан жоқ па бана? Пап, қалайсың? Не болды қызым? Көңіл күйің жоқ қой. Класстастарыңмен ұрысып қалған жоқсың ба тағы да? Ой, жоғам. Пап, айтсам мамаға айтып бермейсің ба? Жоқ, айтпаймын, айта бер. Негізі бізді ешкімге ескертпей аттестаттаудың алдынан пробный тест алған ғой. Содан мектептің барлық 10-шы класстары құлап қалды. Енді апай ұрысып жатыр, соны уайымдап тұрмын да. Ой, құдай соған бола уайымдап. Пробный емес пе әшейін? Ертең тағы тест тапсырған кезде бағаң дұрыс болса болды ғой. Уайымдап соған бола. Қазір тұр. Алло. Қалай біткен жоқ? Мен соған қанша ақша салған білесіңдер ма? Бір құжатқа бола мен сіз бітіре алмайсыңдар ма не? Білмеймін, 2 күн уақыт берем, бітіріп тастаңдар. Давай, бір супермаркетке бола. Папа, супермаркет дейтін сонша не шаруа? Соншама маңызды ма? Ол өзіміздің шаруамыз ғой. Қазір. Алло? Не болды? Бәрі жақсы ма? Жүр кетті қызым. Отыр. Кетілақты отың давайт, неге бейді өсіне бей сұрайт, неге оғыз. Кетілақты отың давайт, неге бейді өсіне бей сұрайт, неге оғыз. Кетілақты отың давайт, неге бейді өсіне бей сұрайт, неге оғыз. Кетілақты отың давайт, неге бейді өсіне бей сұрайт, неге оғыз.